Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар? Отырар тарихы. Отырар арғы тарихы 2000 жылдан асатын қазақ халқының ең көне қалаларының бірі. Кешегі Кеңес одағының 30 томдық үлкен энциклопедиясында Отырар орнын отырықшы оғыздар біздің дәуірімізге дейінгі 4 ғасырда иемденіп, кент, қорғандар сала бастаған деп жазады. Отырар шығыстағы орта ғасырлық керуен жолын иемденіп қана қойған жоқ, көшпелі халықтың отырықшы кәсіпке ауысуының айқын куәсі. Бұл жерді қазақ халқының ежелгі тегі мекен еткен. Отырар ойпатының қазіргі тарихшылар үшін алтын көмбе болатыны да осыдан, деп жазады. Әуел баста Отырар қаласының орнында Фарап немесе Бәрәп атты үлкен қоныс кент болған. Бәрәп ежелгі түрік сөзі сулы қоныс деген мағынаны білдіреді. Сулы қоныс болатын себебі шаһар Арс өзені мен Сырдария өзенінің қосылған тұсына, соның күреңсе топырақты, кең алқапты, қалың тоғайлы иін қолтығына орын тепкен. Бәрәп немесе Фарап қаласы бұл заманда Араб халифатының ең күшті жауларына айланды. Қолөнермен айналысқан халық санының көбейіп, күрт өсуіне бір жағынан үлкен керуен жолының, екінші жағынан батыс пен шығыстың кіндік ортасында аса шұрайлы, құнарлы жерде жатқандығынан, деп жазды академик Бартольд. Отырар ойпатының өзінде ғана 40-қа жуық қала серіктері, кент, рабат, сағын, қорған, елді мекен, құрылыс орындары ұшырасады. Бұл баға жетпес тарихи құрылыстар кейінгі дәуірдегі су жүйелері мен егіншілік кәсіптен мүлдем жойылып кеткен. Жойылмаған үлкен құрылыстар Оқсыз, Көкмардан, Жауһар, Ақтөбе, Абыз төбе, Мейрам қала секілділері бұл күнде құм көрпесін жамылып, қарауытқан төбешіктерге айналған. Еуразия кеңістігінде мекен еткен халықтың тарихы о заманда бейне көгілдір мұхит үстімен бірде батыстан шығысқа, енді келесі ғасырда шығыстан батысқа дамылсыз жөңкілген түйе толқын секілді елестейді. Сол толқынның жолында тұрған үлкен қала осы Отырар. Көне көз шежіре қарт секілді, тағдыры соған ұқсайды. Есте жоқ, ескі мезгілде түрік қағанатының ер жүрек қолбасшысы Күлтегін Ертіс өзенін кеше жорттық. Алып кісілер бізге шабуыл жасады деп тасқа ойып жазып қалдырған. Бірнеше ғасырда араға салып, әйгілі Тоныкөк Інжу өзенін кеше Тінесі ұлының мекені Мәңгігөк тауынан асырып, темір қақпаға дейін қудық, деп тасқа тағы қолтаңба қалдырады. Мұндағы Інжу Сырдарияның көне түрікше аты. Темір қақпа Самарқан. Әрісі ғұн тайпалары, берісі түрік қағанаты, сосынғы Оғыз, Сақ, Қыпшақ ұлыстары бәрі-бәрі бірімен бірі тамырлас біздің бұрынғы ата тегіміз болады. Тарих бейне оқта-текте 7 қат жер астынан жалын мен от өзен құсқан жанартау секілді, сол жанартаудың етегінде жатқан қайсар қала осы Отырар. Отырарды мекендеген ұлыс пен тайпалар қайтсе де ұрпақ желісін үзіп алмауға тырысып, бірде қолына кетпен алып, жерге дәнексе, келесіде сауыт киіп, қылыш ұстап атқа қонды, керуен тартып, алыс пен жақынды кезді. Желде ескен тарих керуенінің бас бұйдасын қалай, қайда бұрса да жылдар жылжи, өмір өте, қайта айналып адаспай табар қазығы осы Отырар болған. Отырар туралы орыс тарихшылары Бартольд, Гумилев, Кляшторный, парсы тарихшысы Рашид Эндин, араб тарихшылары Несеви, Жүзжани, Ала Аздин, Ата Мәлім мен Мұхаммед Жувайни, Ахмет Ал-Катиб, қазақ тарихшылары Марғұлан,
Ақышұлы, Байпақұлы ізгі ілтипатпен тебірене жазды. Баршасына орта ғой. Қазақ халқының басына түскен қандай ғазауат қиындықтар мен кезеңді оқиғаларды ауызға алса да, отырарға соқпай өту мүмкін емес. Отырар қазақ тарихының айнасы, қанды көпірі секілді өз алдына үлкен шежіре. Оңтүстік Қазақстан облысының түстік батысына сұғына енген темір жол бойымен жүрсеңіз, я болмаса баяғы Александр патша тұсында салынған Ташкент, Түркістан, Шойын жолындағы пойызға отырып, Арыс қаласынан шығып, терістікте жатқан Түркістан қаласына қарай бет алсаңыз, көзіңізге жусанды, ебелекті мидай жазық шалынады. Қай тұсқа қарасаңыз да мігірсіз шикіл дала. Әрәдік сол даланың бетін аяусыз шимайлаған жалғыз аяқ сүрлеу, қос айыл жолды көресіз. Жол бейне бұл даланың бетіне түскен әжім сызығы секілді. Оқтай түзу темір жол бір мезгілде көлденең сұлап жатқан құм шағылға сұғына енеді. Сол шағылдың пұшпағында темір станциясы бар. Бұл асқақ темір Қытайға жорыққа әзірленіп жатқан кезде, ат ойнатып, қол жинап ереуіл құрған шақта 1405 жылғы маусымда оқыстан опасыз біреудің қылышынан мерт болған жер. Асқақ темірдің атымен аталып кеткен киелі тұс. Енді осынау алаптың қиыр кеңісте ұзақ жолдан шаршап жетіп, шөгіп қалған аруанаға ұқсап жатқан отырар орнына дейінгі жазықтың топырағына көз салыңызшы. Көпсіген күлгін, күреңсе кілең. Құм деуге келмейді. Аппақ шағыл еспе құм манағы темір қалашығының тұсынан үзіліп қалған. Диқан күтіп мәпелейтін мәйегі майлы, құнарлы қоңыр топырақ емес, әрәдік әппақ сор, айтақыр ұшырасады. Күлгін түсті көпсіген бірдеме. Дақыл ексе шықпайды. Шөптің өзі әр жерде бір ит сигек пен азған ши. Желі бітсе, бұрқ етіп көтерілер күлме дерсің. Байқап, абайлап қарасаң, отырар ойпатының топырағы ат тұяғы көп таптаған, қырман ғып түтіп майдалаған, бірде көз жасы, келесіде кісі қаны молынан сіңген сусыма күлгін құм әншейін қолға жұқпас қызыл топырақ. Балалар жүгіріп өткен жолды, кешегі ізді, дүбірлі жорықтарды елестеткіңіз келсе, Арыс пен Түркістан қаласының арасында ұзыннан ұзақ созылған Шойын жолдың сол қаптауында жатқан жер түгіне назар салыңыз, топырағына қараңыз. Поезд үстінде дүрсілдетіп келе жатып, көз ұшында қиырда шөккен түйедей көлденең сұлап жатқан отырар қаласының қираған орнын шолыңыз. Ескі күндер жосқынын, бабалар сұлбасын елестетеріңіз кәміл топырағынан ескілік исі аңқиды. Отырар орнында бұл күндері басы бүтін жалғыз құрылыс арыстанбап ғимараты. Алғашқы көне дәуірдегі ескерткіш қирап құрған соң, бұл соның орнына салынған орта ғасырлық әсем өрнекті ғимарат. Арыстанбап, Қожа Ахмет Яссауидің ұстасы, баба атада жатқан Ысқақ баптың тұстасы әулие болған адам. Орта ғасырда араб қолбасшылары қазақ қалаларын жаулап алғаны мәлім. Пайғамбар әулетінен шыққан Нұх ибн Асад Сайрам мен Иясыны 840 жылы басып алса, Исмаил ибн Ахмет Тараз қаласын 893 жылы жаулады. Отырар қаласын 841 жылы құлатты. Бартольдтың айтуынша, араб әскері Оғыз, Қыпшақ кенттерінде көп табан тіреп қала алмаған. Өздерімен ілестіріп ала келген баб, сахаба, имам, сопы, білімпаз адамдар жергілікті халыққа дін жолын үйретіп, қалаларға мешіт, медресе салдырумен айналысты. Ал әлгі сауыт сайманға оранған қарулы қол келген ізімен сағымға сіңіп, шөлге шығып, кері жылжып еліне жөнелді.
Отырар жеріне алғаш келген білімпаздардың бірі осы Арыстан баб. Арыстан баб туралы жазылған нақтылай тарихи дерек жоқ. Әйтсе де 1900 жылы Ташкент қаласында шығып тұрған Түркістан археолог сүйеушілер үйірмесінің мәжіліс хаттамасының 12-ші томында Арыстан баб әрі ақын, әрі жұлдызға қарап адам тағдырын болжайтын сәуегей болған. Ол жылына бір мәрте Меккеге барып, әулие әмбиелерге мінәжат қылған деген деректі оқимыз. Ғимаратқа енген кісі күмбездеп келтірген әсем қақпасына, гүл қауызындай етіп өрілген қыш қиюына, дыбыс жаңғыртқыш құжыра бөлмелерге қызға қарайды. Арыстан баптың сүйегі қойылған михраптың кеңдігі, күмбезі, қыш өру өрнегі мен өнері Сайрамдағы орта ғасырлық Әбділәзіз баба атадағы Ысқақ баб ескерткіштеріне ұқсайды. Ойды ойнықтырып, қиялға қанат бітірер сымбатты қайран қалдырады. Көкте Құдай жалғыз, желеп жебеуші үмбеттерінің табаны жерден ажырамаған деген пәлсапаны қышқа тасқа түсіре білген ұсталардың орнықты ойы, көкірек көзі осы. Отырар қаласы өз тарихында сұрапыл соғыстан 3 рет қирап, 3 мәрте қайта тірілген іргелі орын. Біздің болжауымыз бойынша, араб халифы жаулап алған кездегі Отырар орталығы қыштан салынған тас болат тамдар, жәдігерлері мол, көшелері кең қала болған. Ибн Хаукал мен Ибн Рузбихан жазбаларында кездесетін Отырардың керуен кіріп шығып жататын 5 қақпасы болған. Олар Дарбаза қақпа, Алтын қақпа, Хансарай қақпа, Құл қақпа, Жақшы қақпа дейтін кезеңі осы тұс. Әлде араб әскерімен Қыпшақ қолының ұрысынан, әлде басқадай себептен осынау саңыраған қыштан салынған Отырар орталығы жермен-жексен қирап құрыған. Қираған қалдық орнына орта ғасыр ортасында қайтадан үйлер салынып, әдемі көшелер бой түзей бастайды. Мешіт, медресе, базар, ас ішетін орын, гуртхана, мәжіліс орындары, расытхана, кітапхана салынып, дүниеге Әбу-Насыр әл-Фараби, әл-Жауһари келетін Отырардың алтын ғасыры деген кезең. Кейінгі жылдары қазбагерлердің күл мен құм астынан қазып аршып алған көне Отырар атты 3 археологиялық кітапқа өзек болған ескі орын осы. 1219 жылғы Моңғол шапқыншылығына алғаш тойтарыс берген, кейінше өртеніп, қирап жермен-жексен болған екінші мәрте салынған қала қорғаны осы еді. Рашид ед-Диннің жылнамасына көп айтылады. Шыңғысханның 2 ұлы Шағатай мен Үкітай 6 ай арпалысып әзер алады. Ғимараттарды қиратады, көшелерге өрт қояды, халқын тонап, қан жоса қып қырады. Осынау ғазауат майданынан кейін Отырар 1 ғасырға дейін түзеліп кете алмай, Хансарайда ит жортып, әуіздері қаңсып, жер асты су құбырлары бітеліп, бастан көп қиыншылықты кешіреді. 14 ғасырда бірте-бірте қалпына келе бастайды. Ел тұрақтап, бұрынғы тас болаттан қыш үйлердің орнына қам кесектен, қамыстан салынған үйлер бой көтереді. Жергілікті халықтың аузында қалған алтын төбе тұсындағы қамыс қала осынау Отырар қаласының 3 рет қайта тірілуін көзге анық елестетеді. Жібек жолының керуендері сап түзеп, кіріп шығып жататын барақатты дәурен басталған секілді. Әйтсе де 14 ғасырдың аяғында Асқақ Темір мен Тоқтамыстың сұрапыл ұрыстары осынау Отырар қаласында өтеді. Қала қанды жосқыннан тағы да көп зардап шегеді. Халық үздіксіз орыстан жүрек шайлы заразап боп, қаланы тастап, көшіп кетуге мәжбүр болады. 15 ғасырдың басында қаланы
Махмұд сұлтан билейді. Сұлтан көп замай Отырар, Сауран, Түркістан қалаларын Мәуереннахрдың ханы Шейбаниге сыйға тартады. Қазақ ханы бұрындық Отырарды өзіне қайтарып алуға жанталаса әрекет жасап, Шейбаниге қарсы 2 мәрте сұрапыл жойқын жорық жасайды. Қаланы қазақ билеушілерінің игілігіне алады. Көне қаланың 2000 жылдық тарихының ұзын ырғасы осы. Көне заман авторларының сөзіне жүгінсек, Отырар дәуірлеп тұрған заманда қаланы 100 мыңнан астам халық мекендеген. Бірнеше мешіті, медресесі болған. Отырар атын әлемге әйгілі еткен Әл-Фараби заманынан қалған ең бай кітапхана болды деседі тарихшылар. Ақышұлы Байпақұлы жүргізген қазба жұмыстары осы сөзімізді растап, көптеген құнды зат көненің көзін тапты. Отырар және Александр Македонский. Белгілі тарихшы Лев Гумилев тарихи дәуірлердегі тектер жағрапиясы деген еңбегінде біздің дәуіріміздің басында ұлы даланы хундар биледі. Олар ер жүрек, аса дарынды, еркіндік сүйгіш халық еді. Өз отанын Хан империясынан қорғай білді. Қытайдың күші олардан 25 есе көп болса да, өзіне ұлы даланы қарата алмады. Әйтсе де, осы кезде хундарды қуаңшылық қысты. Шығыстағы Гоби мен батыстағы бетпақ дала шөлі шүйгін шөпті шұрайлы даланың апшысын қуырып, жайылым мен егіндік жерді аңызағы құрғатып, солтүстік пен оңтүстікке қарай ығыстырып жіберді. Жылқылар жүдеді, қойлары қырылды. Ал хундар осы жеңілістен соң жеңіліске ұрына берді. Олардың бір бөлігі Қытайға барып қоныстанды да, сонда қырылды. Я болмаса Қытайға, тибеттіктерге, табғаштарға сіңіп кетті. Ержүрек хундар содан кейін батысқа бет алды. 5 ғасырда олардың Атилла бастаған көсемдері батыстағы Рим империясының іргесін теңселтті. Бірақ та көсемдері өлген соң герман тайпалары Гепиданың, Геруланың, готтардың күшімен 454 жылы жеңіліс тапты. 170 бет деп, сол кездегі ұлы даланың жойқын күші қайдан, қалай бастау алғанын әріден тартып термелеп өтеді. Есте жоқ, ескі мезгілде Махмұд Қашқари Отырардың бір аты Фараб болған деп жазады. Қорқыт күмбезінің маңайында, одан жоғары Сырдария бойында біраз іргелі бекіністі қалалар болған. Олардың ішінде тарихтан аты мәлім қорғаны биік еңселі қалалар Жент, Бершін кент, Сығанақ, Орда кент, Отырар, Сүт кент, Оқсыз. Бұл қалалардың тым ерте заманнан ірге бекіткені туралы Қорқыт кітабында Оғызнаме шығармасында айтылған. Әрісі ғұн, түрік қағанаттары, берісі Оғыз тайпалары жайлаған көгілдір дария, қос өзеннің аралығын еркін тел еміп, мамыражай тірлік кешкен бай елге сыртқы жаудың қашаннан құлағы түрік, көзі тігулі. Қайтсем табанымның астына салып, байлығын еркін иеленсем деп көксеген ханзадалар мен бекзадалар көп. Соның ең алғашқысы, әрі аса қатерлісі көне Эллада елінен қолына найза алып атқа қонған Александр Македонский еді. Біздің дәуірімізге дейінгі 3 ғасырда Сырдарияның ежелгі арнасы Жаңадария, Қуаңдария, Іңкәрдария бойында массагеттердің бекіністері болғанын, олардың хан ордасы күн құдайына арналған мінәжат орны болғанын жазады. Султанов, Ляшторный, Қазақстан, летопись 3 тысячелетий, Алматы, Рауан, 1992 жыл. Мұндағы халықтың бір-бірімен әрі тез араласып, әрі ескен желдей қонысын тез ауыстырғаны соншалық
Ол скифтерге барған жат жерлік кісілер 7 тілмәшті қатар отырғызып, сатылап 7 тілмен сөйлесіп барып түсінуші еді, деп жазады тарихшы Геродот. Осынау Оғыз Қыпшақ жайлаған кең өлкеге біздің дәуірімізге дейінгі 328 жылдың жазында Александр Македонскийдің сұр сауытқа оранған қолы келіп жетті. Жер дүниені жайпап, ат тұяғының астына салып келе жатқан Жиһангер қолбасшы оң қолын жоғары көтерді. Тау суындай тынымсыз сарқырап келе жатқан мың сан қол дамыл тауып кідірді. 28 жасар ханзаданың қырағы көзі алысты шолып, тым жырақта сары сағымға оранып, алып жыланша иретіліп жатқан Яксарты, Сырдарияның грекше аты, Яксарты бойын тінте шолды. Меңіреу үнсіз жатқан құла дүз. Әр қиырда шошайған обадай қорған сұлбасы шалынды. Бір қорғанды алса, келесі қорғаннан құжынап шығатын жайдақ аттылар бас салатындай, оны жеңсе, келесісі шығатындай, бұл өзеннің өн бойынан өлімге бас тіккен өңшең өлермендер түгесіліп бітпестей. Өздері ат үстінде маймылша ойнайды, бейне тақымдарын ерге желімдеп жапсырып қойғандай, жебесі көз деген жерінен қате кетпейді. Яксартының жағасына қос тігіп қонған алғашқы түнақ құм шағылдан өніп шыққандай, тұс-тұстан аңдыздап ат қояды. Александр қолы шырт ұйқыдан оянып, жан дәрмен ұмтылып, аттарына жетем дегенше біразы зырқыраған жебеге ұшты. Көшпелі сақтардың тиісуі қандай шалт жылдам болса, ызым ғайып жоғалуы да тез. Шеп тұрып тікелей келіп беттесіп ұрыспайды. Келесі күні де осы оқиға қайталанады. Шөлден қаталап келіп, өзен жиегіне тізгін тартып, көліктерінен түскені сол еді. Жыңғыл жиде тоғайының арасынан тағы өртше қаулап шыға келді. Аттары жебеше зулайды, иесіне оқ тартпайды. Неше ірі сарбазы әдегенше болмай, әр жерде жайрап қалды. Бүйте берсе, найзасы мұқалмай, жебесі жұтамай келе жатқан Александрдың қаһарлы қолы, етек жеңі жұлмаланып, тозып кететін түрі бар. Осы дала мына иретілген лай сулы өзен бұлардың біртіндеп тозғанының, жер жастанғанының куәсі болатын. Александр патша әрі қарай аттап басқысы келмеді. Ат басын кері бұруға пәрмен айтып, керней шалғызды. Тұтасқан жау мұнар өлкені сілкілеген дүбір көпке дейін басылмай тұрды. Александр атының тұяғы қиянда қарауытқан отырар қорғанының ішінде таңба ізін түсіре алмады. Йо Орлова, Александр Македонский, Петербург, 1898 жыл 6 бет деп жазады. Кері бұрылған Александр әскерінің біраз бөлігі қайтар жолда көне Бұхар қаласында қоныс теуіп қалды. Көк көзді, жауырында шалқақ кеуде грек ұрпағының бұтағы үзілмей келіп, бұхарлық жөйт деген ат тағылып, осы заманға дейін келіп жетті. Отырар және Шыңғысхан. Моңғол әміршісі Шыңғысхан күші көктемгі өзендей арнасына толып симау қайланды. 1209 жылы Ертіс бойындағы меркіттер мен наймандарға шабуыл жасап, оларды тоз-тозын шығарып жеңді. Жетісу жеріне Шығыс әміршісінің бас қолбасшысы Құбылай Нойон 1211 жылы басып кірген болатын. Мұндағы қарулық қаны Арсылан Қарағытай әміршісі Қаялықты өлтіріп, өзін ұлысымен қоса моңғолдарға берілетінін мәлім етті. Жібек жолының бойындағы Алмалық қаласының басшысы Базар мұсылман болатын. Таудан асып төгіліп келе жатқан жойқын селдің алдын алудың амалын таппай, Шыңғысханның үлкен ұлы Жошыға өзінің қызын беріп, моңғолдарға бағынышты екенін мәлімдеді. Бұл кезде Шыңғысханның өзі Қытайға жорық жасап, бел шешпей, соның ұлы
сүргінінде жүрген еді. Отырар қаласы әрі оның көптеген серіктері Хорезм әміршісі Мұхаммед Сұлтанның қол астына қарайтын. Тарихшы Ан-Несевидің айтуынша, Мұхаммед Сұлтан мен жошы қолы 1216 жылы Ырғыз даласында алғаш кездескенде моңғолдардың қаша жүріп ұрыс салуы, атарқасында желімше жабысып жебе тартуы сұлтанды қатты сескендірген еді дейді. Сол алғашқы шайқастың өзінен сұлтанның жүрегі қатты шайығып қалады. Шыңғысхан Қытайды жеңіп, отанына оралған соң қайтсе де батыстағы кең байтақ Дәшті Қыпшақ елін, Мәуереннахр өлкесін жаулап алуды ойлайды. Осы ойын іске асыру үшін 1218 жылы көктемде 3 мұсылман бастаған елші аттандырады. Елшілердің есімі Махмұд, Әлиғожа, Жүсіп Қаңқа. Мұхаммед Сұлтан бұл елшілерді Бұхарда қабылдап, шығыс пен батыстың арасын жалғастырып жатқан жібек жолын моңғол керуені үшін ашып қоюға уәде байласып, келісім шартқа қол қояды. Елшілер қайтып оралған соң Шыңғысхан тағы тыныш жатпайды. Толып аққан екі ұлы өзеннің аралығында қала салып, қорған тұрғызып, мыңғырып байып тіршілік кешкен Хорезм елінің күшін, сауда саясатын, алыс берісін жетік біле түсу мақсатымен сол жылдың жазында екінші рет елшілік аттандырады. Елші керуен 500 түйеге қымбат бағалы асыл жиһаз, түрлі бұйым теңдеп, осы шабуын көтеріп, селбесіп, қолдасып 450 кісі қосыла жолға шығады. Керуен басы отырарлық Омар Қожа, қасында Жамал Мераги, бұқаралық Фақыр ад-Дин Дизеки, Амин ад-Дин Хереви есімді мұсылман саудагерлері болады. Шыңғысханның әу бастағы діттеген ойы Отырармен, Бұхармен бейбіт сауда-саттық жасау емес еді. Өйткені керуенге ілескен біраз кісілер жансыз әрі тыңшы болатын. Отырар қақпасына еніп, неше күн бел шешпей жеткен керуеннің теңін түсіріп, базарға шығарған кезде, әлгі саудагерлер Қыпшақ қолын, қару-жарағын жинап, қала бекінісін барлап әлекке түседі. Мұны сезген қала әміршісі Қадырхан дереу әлгі саудагерлерді тұтқындауға жарлық береді. Тұтқындағы кісілерді не істейміз деп Бұхардағы Мұхаммед Сұлтанға жаушы шаптырады. Мұхаммед Сұлтан әлгі жансыздардың басын алып, керуенге артып келген алтын, күміс, мата, асыл жиһаздарды дереу Бұхарға жөнелт деп пәрмен жасайды. Қадырхан әлгі саудагер шапанын жамылып, кілең үндемес жансыз болып келген келімсектерді қатаң жазалап басын алады. Қазына мүлікті Хорезм әміршісіне жөнелтеді. Шыңғысханның қос ұлы өзен аралығындағы осы бай салтанаты мен қаласы көз құртын жеген үлкен мемлекетке шабуыл жасауына себеп табылды. Беті ашылды. Жатаған атына қонып, сар жебе толы қорамсағын бөктеріне іліп, батыс қайдасың деп ұлы жорық кернейін шалғызды. Қадырхан елші керуенді жазаға ұшыратпаған жағдайда Шыңғысхан атқа қонбас еді деп жазады Ан-Несеви. Жойқын соғысқа дем берген Мұхаммед Сұлтанның жігерсіздігі мен қолапайсыздығы деп тұжырады Бартольд. Қайтсе де ұлы шайқас болмай қоймас еді. Шыңғысхан қолына жетісу үсті Моңғолстан мен Қарақорым шүйгіні аздық көретіндей еді деп жазады Рашид Дин. Біз де осы соңғы тарихшының сөзін құптаймыз. Шыңғысхан бұл жорыққа аса мол қол жинайды. Қол саны әр тарихшыда әр түрлі аталады. Ең дұрысы 120-150 мың атты әскер деп жорамал жасаймыз. Жорық 1219 жылғы қыркүйек айында басталады. Жетісу әміршісі Арслан хан, Ұйғыр ханы Тоғышар өз қолымен Бақаш көлінің сыртында келіп қосылады. Отырарға жақындай бере Шыңғысхан теңіз суындай жер дүниені жайпап, жұтып келе жатқан үлкен қолды күшке бөледі. Үлкен ұлы жошы бастаған топ Сырдарияның
төменгі жағындағы Сауран, Сығанақ, Жент қалаларын алуға аттанады. Негізгі қамал отырарға Шағатай мен Үкітайды жұмсайды. Өзі қасына кіші ұлы Төлейді алып, Қазғұрт тауынан асып, Бұқара беттейді. Шыңғысхан қолына ең ұзақ тойтарыс берген Моңғолдарды аса көп шығынға ұшыратқан осы Отырар еді. Қадырханның қол астында 20 мың атты әскері болды. Бұған қосымша Хорезм ішінен Қараша қажы бастаған 60 мың қол көмекке келеді. Отырардың 5 қақпасы түгел жабық. Қыш қорған сақиналап айнала қоршалған. Қорғанның биіктігі кей жерлерде 50 кез, кей тұсы 35 кез болатын дейді Ан-Несеви. Қорған сыртын айналдыра терең ор қазылған, ор іші көлкіген су. Моңғол сарбаздары сапырылысып келіп, қорғанға маңдай тіреген кезде, биік үстінен мұздай қаруланған қолдың ұшқыр жебесі жалынға оранған домалақ қимайы қол үстіне жаңбырша жауады. Отырар үшін жан беріп, жан алған 6 айлық қақтығыс басталады. Моңғолдар қаладан сырт халықты тұтқындап әкеліп, алдарына салып айдап, қорған басынан жауған от пен оққа қалқан етті. Әлгі тұтқындар қамшымен сойыл астында зәулім биікке еріксіз өрмеледі. Өз елдестерінің жебесіне ұшып, найзасына түйрелді. Қыс ортасына таман қамалды ала алмаған моңғолдар өздерімен бірге ілестіріп келген Қытай ұсталарын жалдап, тас атқыш катапульттар жасауға жарлық берді. Сандықтай тасты 100 құлаштық биікке еркін лақтыратын алып тас атқыштар аз күнде дүниеге келеді. Тарихшылардың айтуынша, Отырар қорғанын қиратуға 4 ерен тас атқыш қару жасалады. Бұл қарулардың жасалу жайы әйгілі тас атқыштар соғысы осы жолдар авторының Жібек жолы романында Досжанов. 2 томдық таңдамалы шығармалары 1 том Алматы жазушы баспасы 1990 жыл. Егжей-тегжейлі жазылған. Ертеден қара кешке дейін кілкіген шаң қою түтін күн көзін көрсетпейді. Қорған сыртындағы терең ор кісі өлігіне ат көпір болып толуға айналған. Күн сайын арқан тастап, саты қойып, қорғанға өрмелеген моңғол төбесіне құм толған қап, тас, жебе қарша борады. Төбеден ыстық су, қимайы төгілді. Тас атқыш тажалдар тарсылдап, ірі-ірі таспен отқа оранған құрым киізді дамылсыз ішке атқылады. Қорған үсті жырым-жырым болып, кей тұсы кетіліп, құлап шөге бастады. Шағатай енді тұтқындарды жауып, жер астын үңгітіп, қорған астынан үңгір жасап, тесіп кірудің амалын ойластырды. Түнемесі жасырын қазылған жер асты жол күндердің күні күмбез сарайдың астынан барып шықты. Күндіз жау қорған үстіне өрмелесе, түнемесі жер асты жолмен кеуледі. Бұл кезде Қыпшақ қолы да қатты сиреген еді. Ендігі бүлік іштен шығады. Көмекке келген Қараша қажы қорған қақпасын ашып, Маңқұлға берілейік, бәрібір алмай қоймайды дейді. Қадырхан әмірші, өліспей беріспейміз, жаудан сауға сұрап, аяғына жығылғаннан ештеме өнбейді, дейді. Екі құдай керіс жанжал туады. Ойы бұзылған Қараша ақыры бір түнде қақпаны ашып, қол астындағы сарбазымен шығып кетіп, моңғолдарға барып бас иеді. Шағатай әлгі берілген қолды жұрттың көзінше тізерлетіп тізіп қойып, өз қолымен басын шауып шығады. Мұндай қаталдықты арғы бергі ұрыс тарихында естімеген едік деп жазады Рашид Дин. Қала ішіндегі медресе сарай қирады, жер асты су құбырларының аузы бітеліп қалды. Сырттан таза су келмеген соң қала ішінде індет шыға бастады. Көшелерді аштық деңдейді. Отырардың түстігіндегі пышақты қорғаны ғана күні-түні көрік басып, ұсталық жасаған ұсталардың күшімен былайғы жұртқа үлкен рух берді. Қылыш соқты,
басына қаңылтыр киізбен жебе жасады. Алтын төбе диқандары жер ұраларына тыққан астығын шығарып, қорған басында жан алысып, жан берісіп жатқан қолға әкеліп үлестірді. Қарақалықты жерге, елге деген жан тәнмен берілгендік сезімі көтеріп әкетті. Оңтүстіктің ерте шығатын жылы көктемі таянып тағалды. Бірақ қазақтың ежелгі қаласы әлі берілер емес. Шыңғысхан тәжірибесі мол, сенімді деп саналған ұлдарының соғыста мұншалықты сүлесоқ болғанына қайран қалды. Ол көмекке қосымша тағы да қол жіберді. Не болса да Отырарды алсын. Бүкіл қолды жолына құрбан етсе де, қала алынатын болсын, аянбасын, деді. Отырардың қаралы күні де жақындай берді. Жау қолы жаңа күшпен сұрапыл жойқын шабуыл бастады. Ашыққан, арыған қыпшақтар жан аямай қорғанды. Қару-жарақ та сарқылуға айналды. Күн санап жүздеген сарбаз бостандық үшін туған жерін қорғау жолында мәңгілік көз жұмып жатты. Қадырхан әр күні қорғаннан сыртқа 50 жігіттен бөліп шығарып, қоршаған жаумен кескілеске түсті. Талай қыршын азаматтар осылайша ерлік өліммен жандарын қиды. Ақыр соңында Қадырханның қасында 2 доса ғана қалды. Енді бұлар қорғанның ең биік күмбезіне көтеріліп кетті. Жау ішке лап қойды. Қолма-қол ұрыста қасындағы 2 сарбаз да мерт болды. Қаша ұрыс салып жүрген Қадырханның жебесі таусылды. Жау кеудесіне сұққан найза шарт сынып түсті. Енді ол құлаған қышты ала салып, қарсы жүгірген жауды сонымен ұрды. Басына соққы тиіп, ауыр жараланды. Қара құрым қаптаған жау қоршап алып Қадырханды төмен қарай сүйреп түсіріп әкетті. Соның артынша бұларға бекініс болған зәулім қорған құлап топыраққа айналды. Жер дүние күңіреніп кеткендей болды. Жан түршігершілік қырғынның басталғанына 6 ай толғанда ғылым өнер ордасы болған Отырарды жау басып алды. Туған жердің көне топырағы қанға бөккенімен халықтың ардагер ұлдары қас жауына берілмей, қасыққандар қалғанша арпалысты. Бүкіл Мауреннахр, Қос өзен өлкесінде 6 айға жуық Моңғолға берілмей, ұрысқан тек осы Отырар ғана болды. Басқа қалалардың көпшілігі жауға әуелгі сәтті-ақ берілген, ал берілмей қорғанып ұрысқаны көп уақыт өтеп бере алмады. Жау Қадырханды Самарқан сыртындағы Көксарайға әкеліп, Шыңғысханның көзінше тағылықпен ұзақ азаптап, қол аяғын шауып, кеспектеп өлтірді. Моңғолдардың қиратқанына қарамай, Отырар қаласы тағы да өмір сүре берді. Көп ұзамай қираған ғаріп қала қайтадан бел көтеріп жандана бастады. Керуен қонып, саудагерлер тағы да жиһаздар жеткізді. Халық көбейді. Оның орталық көшелерінде араб, моңғол, ұйғырлар пайда болды. Қала қайтадан теңге соғатын бірден-бір үлкен өндіріс орнына айналды. Жаңадан медресе, діни мешіттер салынды. Қала жаңғырып, жаңарып, жаңаша өмір сүре бастады. Отырарды ең әуелі Шыңғысханның баласы Жошы биледі. Жошыдан соң оның баласы Берке, онан соң Ақ-Орда, Шағатай ұлысы иеленді. Ақ-Орданы Асқақ Темір қиратты. Ендігі жерде Отырар қайтадан қазақтар қолына көшті. Өзінің туған қаласын ата-бабаларымыз қайта биледі. 1255 жылы Моңғол әскерінің қызметінен қайтып келе жатқан кіші Арменияның патшасы Гайтон Отырарға соғады. Міне сол Гайтон өз жазбаларында бұл қаланың өте тамаша сәулетті, бай екенін таңдай қаға суреттеп жазды. 1264 жылы Берке хан мен Шағатайдың немересі Алғу екеуінің арасында қатты ұрыстар жүреді. Осы ұрыста тағы да жау әскері қалаға басып кіріп,
оны тонауға салады. Көне қала тағы да біраз бүлініп қирайды. 1340 жылы Азов теңізі жағалауы арқылы келетін жібек жолымен Флоренция саудагері Пелаготти Отырарға келген сапарын былай деп кестелейді. Отырар бір кездерде хан сарайы, керуен сарайы аса көрікті, көсем қала болғанға ұқсайды. Менің көргенім, таң қалғаным, Моңғол шапқыншылығынан кейінгі қайта қалпына келген сырт сұлбасы секілді. Шығыста ондай әсем, керуені көп қаланы ұшыратқан емеспін. Отырар және Ақсақ Темір. Тарихшылар Лейн-Пуль мен Босфорттың көпке әйгілі мұсылман ақсүйектері атты анықтамасында Ақсақ Темір Мәуереннахр ұлысын Григориан календары бойынша 1370-1405 жылдар аралығында биледі. Ең әуелі ол баяғы Хорезм ұлысын кеңейтті. Түстігіндегі үнді ұлысына, терістік шығысындағы Ағорда мемлекетіне дүркін-дүркін жорық жасаумен болды. Бұл кезде Еділ бойындағы Алтын Орда әбден күшейіп, ондағы ханзадалар мен бекзадалар өзара қырқысып, таққа таласумен күнді өткізді. Ағорданың әміршісі Орысхан Еділ бойындағы сарайға бірнеше дүркін шабуыл жасаған еді. Сол кезде қапалыста опат болудан қорқып, жас Тоқтамыс Мәуереннахр құдіретті әміршісі Ақсақ Темірдің қол астына қашып келеді. Темірдің қолтығынан пана іздейді. Бұл 1376 жыл болатын. Ақсақ Темір қол астында біраз күн болып, әскер өнерін, қол бастау шеберлігін меңгерген Тоқтамысқа әкесіндей қамқорлық жасайды. Аса жүйрік сәйгүлік сыйлап, тізгінін өз қолымен түйіп, жас ханзаданы атқа қондырады. Сондағы сөзі: «Мына тұлпармен жауыңды қусаң жетесің, жаудан қашсаң құтыласың, тек тақымыңа берік болсаң болғаны». Тоқтамыстың қол астына аз ғана әскер беріп, сол кездегі Ағорданың астанасы Сығанаққа жорыққа аттандырады. Сығанақ әміршісі Темір Мәлік төтеннен келіп, келіккен Тоқтамыстың қолын күйрете жеңеді. Ханзаданың өзін тұтқынға ала жаздайды. Астындағы жүрек аты құтқарады. Келер жылы Ақсақ Темір әр қиынға салып, баулып жүрген ханзадасын екінші мәрте қол бастатып жорыққа аттандырады. Бұл жолы жас батырдың айы оңынан туып, Сығанақ әміршісін жеңіп оралады. Көп замай Ақсақ Темірдің қолдауымен Тоқтамысты Еділ бойына жібереді. Сол жорықта ол сарайды алады. Алтын Орданың тағына отырады. Енді тарих құбылнамасы кері айналып, дүние басқаша дөңгелейді. Өз-өзіне келіп, мол иелікке бас болып, күш жинап алған соң, Тоқтамыс Мәуереннахр ұлысының әміршісі Ақсақ Темірдің бітіспес жауына айналады. Екеуінің арасында әлденеше ауыр шайқастар жүреді. Ең алғашқы қақтығыс 1392 жылы болған еді. Қарсыластар Отырар қаласының жанында беттескен. Бір жолы екі жақ жан беріп, жан алып, сілкілесіп жеңісе алмай кері шегінеді. Ақсақ Темір Отырарда орнығып қалады. Қаланың жалпы құрылысына қалқына тиісіп, бүліншілік жасамаса да, әскер күшіне деп, алым салықты молайтып, кәсіпші, егінші халықты күйзелте түсті. Тоқтамыс пен Темір арасындағы келесі шайқас 1395 жылғы көкек айының басында өтеді. Темір жағында да, Тоқтамыс жағында да Қыпшақ ұлысының аты шулы сарбаздары, ту ұстарлары жүрді. Жалпы қазақ жігіттері баяғы сақ бабаларына ұқсап, атқа аса мықты, найзагер, садақшы, ер жүрек болып келетін. Дала боздақтарының мұндай ғажайып қасиетін ерте бастан білетін екі қолбасшы да қатарына Қыпшақ, Қоңырат сарбаздарын ұйыстыруға ұмтылып бақты. Отырар үстіндегі бұл шайқаста
Тоқтамыс қолы қатты жеңіліске ұшырап, аз ғана легі әзер қашып құтылады. Осы ұрыстан кейін-ақ Алтын Орда мемлекеті ыдырап, бірнеше майда қандықтарға бөлініп кетеді. Бір заманда ұлы даланы тітіретіп тұрған мықты қандықтың қайыршының шапанындай тоз-тозы шығып, пышырап кетуіне әлгі айтылған ұрыстар басты себепші болған еді. Тарихшы Муин ад-Дин Натанзидің айтуынша, Тоқтамысты сеніміне кіріп алып, жорықтан қайтып келе жатқанда, түнде ұйқыда жатқан 40 жігітімен қоса бауыздап өлтірген Едіге деп келтіреді. Едіге Тоқтамысты хижраша 807 жылы өлтірді дейді. Бұл біздің жыл санауымызға 1405 жыл болып шығады. Натанзидің айтуынша Тоқтамыс Ертіс сағасында төменде өлтірілді дегенге саяды. Әйтсе де, осы жолдар авторының кейінгі зерттеулерінің нәтижесінде Алтын Орда ханы қазіргі Қызылорда облысы Жаңақорған ауданына қарасты Қаратау күнгейінде Тоқтамыс деген жерде өлтірілгені анықталды. Темірден жеңіс тапқан Тоқтамыстың қашып жүріп, осында Сығанақ қаласының Желке тұсында Адырлы сай ішінде өлтірілгені шындыққа келеді. Бұған дәлел жер атауы, сол атқа байланысты ұрпақтан ұрпаққа тарап келе жатқан аңыз, 40 сарбаздың моласы дер едік. Ал өзі қашып, әр қолынан айырылған Тоқтамыстың Батыс Сібір жеріндегі Шәдібекпен ұрыс салып жүріп, өлді деуі еш қисынсыз. Біздің бұл сөзімізді қазақ тарихшысы Мұхамеджан Тынышпаев зерттеуде қуаттайды. Тынышпаевтың Едіге туралы мақаласында мынадай сөздер бар. Ертегі Едігені жер суға сыйғызбай қанша жоғары көтерсе, тарих жолында тоз-тоз болып құрып кеткен жошы ұлының көзімен қарағанда, бұл жұртқа жаманшылық істегендердің арасында Едігеден асқаны жоқ. Тынышпаев, Сана журналы, 1924 жыл. Бір жағынан Ақсақ Темірмен теке тіресіп жүріп, келесі жағынан Алтын Орда ұлысын іштен іріткен Едігенің жансыздық әрекеті себепші болып, ақырында Тоқтамыс өз ұлысын құртып тынды, ақырында өзінің де басын жұтқызды. Темір Сарай қаласын алған кезде, ондағы Берке хандығынан жиналып келе жатқан Асабай кітапхананы өртеп, жойып жібереді. Осы орайда отырарда сақталып келген үлкен кітапхананы құртуға Темір себепші болмады ма екен деген ой келеді. Отырар қаласына дүркін-дүркін келіп, оның халқын үргіншілікке түсіріп, маза бермегені тарихтан белгілі. Бір кезде қыш сағаналары, тасболат тамдары, зәулім сарайлармен жат жерлік кезбелерді қайран қалдырған қала бірте-бірте құлдырап күйреуге айналды. Күтімсіздіктен жер асты су құбырлары істен шықты, ұстаханалар жабылды, көшелердегі әуіз құрғап, биік өскен ағаштар қурай бастады. Қыпшақ даласының қақпасы аталған әсем қаланың тұрғандары маңайындағы өзге елді мекенге ауыл көше бастады. Қаланың керуен сарайлары қаңырап, бос қалды. Отырардың бір кездегі алтын дәуірі әуелі қанды қырғыны мол қола дәуіріне, одан кейін құмы жылжып, желі азынаған құм заманына айналғаны анық еді. Тарихшы Шереф эд-Дин әл-Әзди өзінің «Жеңімпаздар» кітабында Түркістандағы Ахмет Яссауи ғимаратын Темірдің жарлығымен 1397 жылы салына бастады деп жазады. Әйтсе де, ғимаратта сақталған қола тұғырлардың жазуын оқи келе, массон Рузбейхан құрылыс жұмысы 1395 жылы басталғаны анық болды. Темір қазақ ұлысына өз билігін кең тарату мақсатын ойлап, Тоқтамысты жеңгеннен кейін-ақ әлемде жоқ айшықты ғимарат салуға әмір берді. Зергер ұсталар бас қосты.
Жергілікті мың сан халық саз елеп, қыш күйдіріп, ағаш тасып, шыжыған күн астында терін тамшылатты. Міне осы уақыттан бастап Темір Отырар ұлысына жиі ат тізін салуды әдетіне айналдырды. Қытай Боғыт ханына жорық жасау жоспары Отырарда туды. Дала қазақтарынан қол жинап, жорық соғыс өнеріне жаттықтыра бастайды. Мұны естіп, Моңғолстан билеушісі Қызырқожа бойжеткен қызын жасау жабдығымен Темірге беріп, өз қолмен аттандырады. Әмірші ұйғыр сұлуы Түкел ханымды Отырар маңында көк шатыр құрып жатып қарсы алған көрінеді. Қытай еліне жорық жасау жоспарын ақылдасып, қолын лекке бөліп, сақадай сайланып бітті-ау деген мезгілде оқыс оқиға болады. Темір 5 уақыт намазын үзбеген тақуа кісі еді. Кешкі намазын оқуға дәрет алып, көк шатырына жайнамаз жайып, құбылаға қарап, сәждеге бас қойған кезде арт жағынан мысықтабандап баспалап келген жансыз оқтайын тауып қылышпен шабады. Темірдің бұғанасын өткір қылыш қиып түседі. Сөйтіп, 1405 жылдың жаз айында ұлы қолбасшы опасыз адамның қолынан мерт болады. Қытай жорығы бұдан былай ауызға алынбай аяқсыз қалған. Отырар іргесінде көз жұмған әміршінің сүйегін жанашыр серіктері сырт жұртқа көрсетпей, өлгенін айтпай, мәйітті балаханаға теңдеп, Самарқанға жеткенше оқиғаны құпия ұстайды. Әміршінің өлгенін естісе, суық қару еңсесін езген ауыр қол я тарап кетеді, я әскер ішінде бүлік шығады деп сескенеді. Темір қатты науқастанып келеді деген сөзді ғана таратады. Қаралы қалың қол Самарқан іргесіне келіп жеткенде барып, қолбасшының қаза болғанын қолға жария етеді. Отырарда болған қастандық құпиясы әлі күнге толық ашылмай келе жатқаны тарихқа жұмбақ. Ен далада мекендеген еркін, ерке ел едік, жұртымызды жеті қаттың ілімімен жебедік. Мұнда танымдарды жазған ақын туған, мұнда негіздерді талдаған ғұлама тұрған, деп Әл-Фараби жырлайтын таңғажайып әсем қала бірте-бірте елі көшіп, көшелері босаған өлі қалаға айнала бастады. 15 ғасырдан кейін қала аты тарихшылардың қаламын тербеп, аузына түспейтін болды. Көшелерді жынды жел кезіп, құм басты. Отырар және Жібек жолы. Отырар қаласын ұлы Жібек жолынсыз елестету, зерттеу, әңгімелеу мүмкін емес. Тарихтан мәлім, осыдан 1000 жыл бұрын ұлы Жібек жолының бір тармағы көне Византия, Эллада елінен шығып, Европа жерін аралап, Киев Русін басып өтіп, қазақ жеріне жеткен. Осы қазақтың қиырсыз кең сахарасын басып өтіп, Қаратау мен Алатауды жағалап, Балқаш көлін айналып, Қытай еліне асып жөнеліп жататын. Ұлы Жібек жолының келесі бір тармағы таяу шығыс дүниесінде жатқан араб елдерін түгел аралап, Мысыр асып, Бағдат асып, көне ауған жермен жылжып отырып, олдағы Қытай жеріне жөнеліп жатқан. 20 ғасырдың аяғында мына көне сүрлеу дүние жүзі ғалымдарын қайта елеңдетіп отыр. Батыс пен шығысты осынау ұлы шерумен қайта жалғастырып, осы заманның кезбелеріне ерік беріп, ел мен елдің дәстүріне, тарихына, жақсы салтына, этнографиясына жаңаша көзбен қайта бір қарамақшы. Қысқасы, 1000 жылдан бері ел мен елдің арасында жойылмай келе жатқан жақсы дәстүрлерді осы жол арқылы қайта жаңғыртпақпыз. Орта ғасырда өмір сүрген Отырардан шыққан ғұлама Исмаил әл-Жауһари өзінің тілді түзету кітабында былай деп жазған еді: Жібек жолының үлкен тармағы ең әуелі Киев Русінен, Бұлғар жерінен өтіп, үстіртті басып, аралды айналып, Жент қаласына жететін. Жент қаласын біраз тарихшылар Янкикент, Оғызкент деп те атайды.
Жентке жеткенше сауда керуені құс қанаты талған шөлден, түйе табаны күйген құмнан өтеді. Арып ашып әбден әлсірейді. Көліктерінің жартысы орта жолда қаңқа боп қалады. Әйтсе де керуен көгілдір Жент қаласына келген кезде баяғы азаптың бәрі көрген түстей ұмыт болады. Әлгінде айттық, жібек жолы батыс пен шығыс елдерін 2000 жылдай ұзақ уақыт ішінде үзбей жалғастырып жатты. Осынау ұлы сорап ұлт пен ұлтты, халық пен халықты бір-біріне таныстырған достық дәнекеріне айналды. Әрине, баяғы заманда ел мен елдің арасында қазіргідей қадағаталған шекара болмаған. Жер бедері, өзен мен көл, тау мен даланың ара жігі арқылы шекара белгіленіп, түрлі патшалықтар билік құрып жататын. Осынау жол арқылы қазақ ұлысы Қытайдың кітап басу тәсілін үйренді. Батыстағы Киев Русынан асыл жиһаз бен әшекей заттар алғызды. Ал Мысыр, Шам, Тебриз қалаларының әйгілі шебер ұсталары келіп, қазақ жерінде қала салу, жәдігер тасболат тамдарды тұрғызуды үйретті. Қазақ даласына сәулет өнерінің нешеме үлгілері Жібек жолының ұлы сорап сүрлеуімен келіп жатты. Жібек жолының Киев Русінен шыққан үлкен тармағы Телегей теңіз болып толқып жатқан Еділ өзенінен өткен соң-ақ қазақ жеріне енеді. Ең әуелі Алтын Орда хандығының кішігірім қалаларына бұрылып, көліктерінің белін суытып, жол азық қамдап, жолбасшы іздеп сарайшықта түнейді. Жемге түстенеді. Ұшы қиырсыз сары Сахараның бетінде ай жүріп, жыл жылжып жүргенде, маңдай тірейтін алғашқы үлкен қала Арал теңізі маңындағы Жент шаһары болатын. Содан кейінгі қорғаны биік, жиһазы мол, салтанаты ерекше Баба Ата, Түркістан, Отырар, Тараз, Баласағұн, Жаркент қалалары әлгі жол бойында бейне моншақша тізіліп көз жауын алып жататын. Кезбелерді қайран қалдырды, Жиһанкездің басын айналдырды. Әйгілі кезбе Гильом Рубрук дәптерінде былай деп жазып қалдырыпты: Жент, Тараз қалалары адамның көптігінен ортасы шүңейттенген ығы-жығы етек жеңі айрықша мол, базарлары асыл жиһазға бай болушы еді. Онда Араб елінен, Мысыр қаласынан жеткен әшекей бұйымдар, Рум елінің әсем өрнекті суреттері, піл сүйегінен жасайтын бұйым, алтын мен аптап, күміс пен күптеген Қытай кітаптары мол ұшырасатын. Ал екінші бір саяхатшы Марко Поло Отырар қаласының көз сүріндірген үш базарында жер жүзі саудагерлерін түгел ұшыратуға болатын еді, деп таңдай қағып тамсана жазды. Ескеретін жайт, бұл қалалар тек қана саудамен атын шығарған жоқ. Ғылым, білім, мәдениеті қатар дамыды. Ойшылдар, ғалымдар дүниеге келді. Олар кейінгі ұрпаққа арнап өлмес мұра кітаптар қалдырды. Жент қаласында о заманда әйгілі қобызшы, күйші, тірі сөздің зергері Қорқыт баба өмір сүрді. Отырар қаласында дүние жүзіне белгілі ғұлама философ Әбу-Насыр әл-Фараби дүниеге келді. Түркістан қаласынан Жүсіп Жүгінеки, Әл-Түркістани, Қожа Ахмет Яссауи секілді ақындар, қиялы бай ғалымдар шықты. Баласағұн қаласынан ұйғыр қазақ халқына ортақ көшелі сөздің иесі ақын Ахмет Баласағұни дүниеге келді. Жібек жолының бойында жатқан әрбір қоныс бекеттердің де тарихи аса қызық. Бас-басына кілескен қалың кітап жазуға болар еді. Өкінішке орай даму тарихымыздағы ақ-таңдақ тұстарды әлі күнге келістіріп жаза алмай келеміз. Қазақ халқының ел болып етек жинаған бергі 3000 жылдық тарихында аталған қалалардың сиқырдай сыры мол, шежірелеп шығар тарихы терең. Жібек жолы туралы жазсақ, Қазақ сахарасында 2000 жылдар бойында мәдениеттің, озық ойдың, жазу үлгісінің, теңге соғу, ешкі терісінен кітап басу, металл қорыту, ғимарат салу қалай дамығанын айна қатесіз көзге елестетер едік. Тоқетері Жібек жолы қазақ сахарасының
мәдени дамуының айнасы секілді. Отырар орнының қазылуы. Мыңдаған жылдар бойына Дәшті Қыпшақ ұлысының қорғаны секілді жат жерлік жауларға берілмей тіресіп келген Отырар қаласы әлденеше дүркін шарпып өткен соғыс өртінен әбден бүлініп қираған. Міне 4 ғасырдан астам уақыт құм мен күл көрпесін қалың бүркеніп бұйығы жатыр. Алқапқа алғаш аяқ басқан кісі төбе болып үйіліп қалған бекініс қорған кент қарауыл мұнаралардың үймесін көргенде еріксіз қайран қалады. Әрбір төбенің өз аты бар: жалпақ төбе, құйрық төбе, көкмардан, алтын төбе, пышақшы болып келеді. Алтын төбенің осылай аталуы бұрын осы жерде үлкен қаланың зергерлері, алтынмен сауда жасайтын алып сатарлары тұрған. Құйрық төбеде қасапшылар, пышақшыда қару-жарақ соғушы ұсталар, көкмарданда кітап ашып жұлдыз санаған ғұламалар орын тепкен. 1971 жылдың маусымынан бастап Қазақстан Республикасының ұлттық ғылым академиясының Кемал Ақышұлы бастаған үлкен бір қазбагерлер тобы Отырар орнын қазуға кірісті. Әуелі аудан орталығы мен көне қаланың орнын жалғастыратын 12 шақырымдық тас жол салынды. Үлкен қоймалар, жатақхана, мейманхана ірге көтерді. Қазу жұмысы табандатқан 10 жылға созылады. Содан кейін жұмыс сәл саябырсып, кейінгі толқын қазбагерлер топырақ пен күлден аршылған қала қаңқасын алдағы жылдарға ұлылап жеткізу, сақтау, ашық аспан астында үлкен мұражай үлгісін қалдыру ниетінде үзбестен игі істер жүргізіп келеді. Иә, сол 10 жыл бойғы қазба жұмысы тарихқа не берді? Нендей жаңалық ашылды? Әлі неге қолымыз жетпей жатыр? Осы сауалдарға жауап беріп көрелік. Ең әуелі әуеден суретке түсіру ісі жүзеге асты. Төбенің жан-жағынан түсірілген суреттердің кіндік ортасында 3 бұрышты күңгірт сызық қарауытып анық байқалады. Бұл ертедегі қамал айналасындағы терең ордың орны. Орталық төбеге құрылысы ірі қабырғалы белдеулер жалғасады. Бұл белдеудің жалпы көлемі 150 шаршы гектарға созылады. Осынау аймақ ежелгі қаланың орталығы, яғни цитадель, жоғарыда айтылған төбелер мен цитадельден сырт бөлекше жатыр. Қала орталығында биіктігі 18 метр келетін төбе айрықша көзге түседі. Төбе бірнеше қабаттардан тұрады. Ол қабаттың әрқайсысы қаланың белгілі бір тарихы мен тіршілігін тілсіз баяндайтын көне кітап секілді. Қабаттар тереңдеген сайын қыш, тас көбейе түседі. Жоғарғы деңгейде өрт шалған ағаш, қамыс қалдықтары мол кездеседі. Қабатты қазбагерлер әр тұстан 16 метр тереңдікке дейін қазған. 17-18 ғасыр қабаты 0,7-0,8 метр. Осы жоғарғы қабаттан жақсы сақталған 2 үйдің сұлбасы аршылып алынды. Қабырға кесектері 30-18-9 сантиметр болып келеді. Іргеде беті жабық көмілген тандыр, диірмен тасы табылды. Қыш көзе, кесе, тостаған сынығынан аяқ алып жүргісіз. Бұл ыдыстардың сыртынан сан қилы бояумен әсем өрнектеп, түрлі қошқар мүйіз, арқар мүйіз, қос құлақ, 5 құлақ гүлдердің суретін түсіріп барып күйдірген. Түстері ашық көк, көкшіл, ал жасыл, ал қызыл, ал күрең болып алмасып келеді. Ою өнерінің өзі оннан асады. Жоғарыда айтып өткен Отырар қаласының әлі қаңқасы 3 түрлі қабаттан тұрады деген жорамалымыз қазбашылар күрегі аршығаннан кейін ақ көзге айқын елестеп шыға келді. Ең әуелі тасболат тамдар, қыш сағандар, сарайлар қабаты ерте дүниеден бері орта ғасырға дейінгі, дәлірек айтсақ, моңғол шапқыншылығына дейінгі кезең екен. Бұл қала қирағаннан кейін үстіне жаңа қабат қайта салынған. Бұл 13-15 ғасырлар қабаты. Содан кейінгі ақсақ темір, тоқтамыс ұрыстарын артқа салған кезеңді қамтитын 15-17 ғасырдағы 3 рет бой көтерген қамкесек, қамыс
ағаш араластыра өрілген кейінгі дәуір қаласының қалдығы жатыр. Ақышұлы мен Байпақұлы қазба жүргізіп ашқан қабат ең үстіңгі 15-17 ғасыр қабаты еді. Керамикалық ыдыстар екі түрлі бояумен боялған. Бірінші топқа шыны аяқтар, шырақтар, сынап сауыт кеселер жатады. Екінші топқа құман, жіңішке мойынды құмыра, шәйнек күйдіріліп оюлап жасалған қыш дастархан жатады. Үлкен үйді аршып тазартқан кезде найзаның үш құрлы ұшы, темір семсер, қола сақина, әйнек ыдыстардың сынығы, әр қилы моншақ қалдығы табылады. Шыны бояумен боялған ыдыстың өрнегі әсем қақпағы бар. Тағы 1 метр төмен қазылған кезде археолог күрегі қалың қыш тас қабатына кезікті. Бір замандағы қираған сарайдың қабырғасы болып шықты. Сол қабырғамен жапсарлас 3 бөлмелі үйдің сұлбасы ашылды. Бөлмелері күйген қыштан салынған. Үйдің іргесінен әлденеше құмыра табылды. Бұл құмыралардың көлемі әшекейі әрқилы. Біріне астық құйылса, келесінде жеміс шарабы, тұқымдық дәндес сақталғанға ұқсайды. Терістік батыстан аршылған келесі үлкен үйде тобымен адам жерлеген қабір бар екен. Онда 2 қатар етіп қабырғаға сөре орнатылған. Оған қатар-қатар 18 кісінің мәйіті қойылған. Кейбір қаңқаның бас сүйегінде қарудың ізі сақталған. Соған қарап бұл мәйіттер сұрапыл ұрыста мерт болған сарбаздардың денесі ме деп жорамал жасаймыз. Келесі бөлмеден қатарластырылып қойылған бас сүйектер шықты. Тегінде ұрыстан кейін сабаз денелері көмілмей, көп жатып қалған, уақыт өте шірігеннен кейін біреу бас сүйектерді алып жиып қойған секілді. Моңғол шапқыншылығынан кейінгі қалған мәйіт осы ма деп ойлаймыз. Ең қызығы, қала шетінен үлкен бір шығанақ аршылған еді. Әлгі апаннан қисапсыз шыны ыдыстардың қалдығы шықты. Әйнектер өте жұқа, ауа кірген тұстары томпайып тұр. Түсі әрқилы, мөлдір көк, жасыл, сары, күлгін, қоңыр, қара. Бұл жерде есте жоқ ескі заманда шыны ыдыстар жасайтын ұстахана я зауыт болған ба деп жорамалдаймыз. Отырар орнынан табылған аса бағалы заттардың бірі осы әйелдің басына ұқсайтын былайғы жері жануар кейпіндегі су құятын нәзік құты. Сосын қыштан күйдіріліп жасалған саз сырнай. Мұндай сырнайдың бірнешеуін әкеліп Алматы сазгерлеріне көрсеткен едік. Консерватория ұстазы профессор марқұм Болат Сарбайұлы саз сырнайды тазалап, қайра қолға алғаннан кейін баяғы баба салған сарнын тауып, қайтадан үнін шығарып шын қуантты. Сосынғы бір аса бағалы зат қыш дастархан, ет салатын, ойығы әркім келіп қолын жуатын шүмекті құманы бар әдемі өрнекті асыл бұйым, темір, орысқан заманында соғылған теңгелердің өзі мұражайдың төрінен орын алатын шын асыл қазына екені мәлім. Сақина, білезік, алқа, шолпы секілді әсемдік заттар күн көзіне шықса, көз жауын алады. Дәшті Қыпшаққа кең тараған қару-жарақ үлгілері өз алдына бір төбе, шығыршықты пердесі бар дулыға, қайқы қылыш, тік семсер, шқырлы найза, садақ, жебе ұшының неше ықылым түрі, дойыр, дабыл, керней, күрзі, бәрі ескі заманның құмға сіңіп жоғалған орыс ұранын қайра құлаққа жеткізетіндей Сары Сахараның суық темірге жазылған шежіресіндей елес береді. Отырар дәуірлеп тұрған заманда маңайындағы Сайрам, Тараз қалаларында тас өртеп қорытпа балқытатын кеніштер, пештер соғылғанын тарихшылар әлденеше рет зерттеп жазған болатын. Тау ішіне түрлі пеш орнатып, олардан металл балқытып, шойын, темір, жез айырып алу әдісін бабаларымыз өте ескі дәуірден меңгеріп үлгерген. Әсіресе от қызуын неше мың градусқа дейін көтеру тәсілін сол бабалар Рум, Эллада ұлысынан ертерек тауып, зерек меңгергені енді айқындалып отыр.
Соңғы 17-18 ғасыр кезеңінде қала аумағында мынадай суық суретті елестетер едіңіз. Қаланың бір жағы өмір сүріп, жаңаша қоныстанып, тіршілік етіп жатса, келесі тұсы қаңырап, бос қала бастаған. Екі кезең, екі бөлек ғұмыр. Бірінші қанат жайған қала өмірі, екінші құлдырап тоза бастаған кезеңі. Бір қызығы, бірінші кезеңнің аяғында өте күшті болған өрттің ізі қалған. Барлық кварталдарды тазарту кезінде үйлердің төбесін жапқан ағаштардың, қамыстардың шала күйген қабаттары, көше жақ қабырғалардың ысталғаны және күйгені көрініп тұр. Археологтар болған апаттың ізін байқады. Тілсіз болса да, ол күйген үйлердің қабырғалары, өрттің түтіні, күлдер айғайлап тұрғандай. Ол ертедегі шежірелерді моңғол жоңғарлардың шапқыны мен өзара тартысын суреттеп тұрғандай. Табылған тиындар уақиғаның болған кезін дәлелдеу үшін кезінде ең басты дәлел болып табылды. Олар үйдің едендерінен, қабырғаларынан, көшелерден теріп алынды. Тиындардың саны 100-ге жақын. Боялмаған керамикаға қазақ дәстүріне сәйкес жасалған және өте ескірген хумдар, құмыралар, тағорлар, табақтар жатады. Олар біздің дәуірімізден басталған Сырдария керамикасына тән сипат. Боялған керамика жылтыр көз салынған оюлардың қосындысы болып екі топқа бөлінеді. Біріншісінің бояулары түссіз, екіншісінің бояуы қою. Екі топқа да ыдыстардың түрлері қайталанып келеді. Табақтар, тарелкалар, тағорлар, екі тұтқалы құмыралар шықты. Табақтар мен тарелкалар өзінің көркем оюларының әр түрлілігімен ерекше көзге түседі. Керамикадан басқа осы жолы табылған сердоликтен, агалматолиттен, тастан және әйнектен жасалған көптеген моншақтарды еске алмай кетуге болмайды. Жасыл серпантиннен жасалған ромб тәріздес алқа өзінің әдемілігімен таң қалдырады. Оның жоғарғы жағы жыланның басы сияқты болып келген. Сондай-ақ қоладан жасалған білезіктер, жүзіктер, сақиналар аса мол табылды. Қазба жұмыстары кезінде табылған керамикадан жасалған заттар, әшекей заттар, қару сынықтары, үй жабдықтары, ат, түйе әбзелдері, әсемділігі, ою, өрнегі жағынан көрушіні таңғалдырады. Ғасырлар бойы жер астында дымқыл жерде жатса дағы бөлініп шірімегені ғажайып нәрсе. Отырардың қазба жұмысына байланысты әр жылдары неше түрлі кітаптар жарық көре бастады. Древний Отырар, топография, стратиграфия, перспективы. Наука, Алматы, 1972 жыл. Поздний средневековый Отырар. 16-18 ғасырлар. Наука, Алматы, 1981 жыл. Вглубь веков. Наука, Алматы, 74 жыл. Археологические исследования в Отраре. Наука, Алматы, 77 жыл. В древности Қазақстана. Наука, Алматы, 1975 деген көлемді зерттеу кітаптар жарық көрді. Қаламы қуатты, зердесі мықты тарихшылардың ондаған мақалалар жазылды. Мұның үстіне осы жолдар авторының құм жұтқан қалалар Қазақстан, Алматы, 1967 жыл атты зерттеу кітабы дүниеге келді. Бабалардың өшкен ізін қайта табамын, Отырар қаласының өлмес, өшпес рухын қайра көзге елестетемін деген оқырман қауымға ұсынар әңгіме деректеріміз осы әзірге.